Барлықтарыңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен қызылшадан конфеттер жасаймыз. Өте дәмді шығады, балалар үшін өте пайдалы. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен 4 орташа қызылшаны жақсылап жуып, тазалап алдым. Енді сыртыны ашып, дайындап аламыз. Барлығыны ашып, осылай бөліктерге бөліп алдым. Енді оны үкіштің майда тісінен өткіземіз. Барлығын осылай майда етіп өткізіп алдық. Енді бұған лимон согыны қосамыз. Бізде лимон блендерден өткізілген, содан жарты қасық қосып жібердім. Сіздер бірақ лимонның суыны сығып құйсаңыздар болады. Енді қант саламыз. 400-500 грамдай қант кетеді. Негізі қызылша мен қанттың мөлшері бірдей болғаны дұрыс. Бірақ мен қантты азырақ салдым. Өйткені қатты тәтті болып кетсе де ұнамай қалуы мүмкін. Осылай араластырып жіберіп, жай отқа 30 минутқа қоямыз. Осылай жай отта бетіні жауып қайнатамыз. Қантымыз еріп, суы шығады. Сулары тартылып бастаған кезде дайын болады. Міне қызылшамыз дайын болды. Осылай сулары тартылған, қанты толық еріген болуы керек. Енді бұны суытып алу үшін басқа ыдысқа саламыз. Массамыз суығаннан соң жаңғақ немесе күнжіт сияқты салсақ болады. Мен бадам салдым. Бадамды майдалап салып алдым. Содан соң ең маңыздысы кокосовый стружка салуымыз керек. Сонда дәмі Рафаэлло сияқты болып шығады. Осындай әдемі болып шықты. Енді қолымызды майлап алып, шариктер жасаймыз, домалатып. Қолымыздың өзінде жасасақ болады. Сосын шариктерімізді кокосовый стружканың үстінде домалатып алдым. Немесе жаңғақ майдалап салсақ та болады. Өте әдемі шығады. Дайын конфеттерімізді азғантай мұздатып алу үшін холодильникке салып қоямыз. Конфеттеріміз дайын, өте дәмді шығады. Бұны балалар да сүйіп жеді, бәріне ұнады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.